Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюға кеңес беремін. Ең алдымен баклажанымызды дәл видеодағыдай жұқалап турап алатын боламыз. Баклажандардың барлығын дәл видеодағыдай турап алғаннан кейін ыдысқа саламыз. Бетінен тұз сеуіп, суық құйып, жарты сағатқа 45 минутқа қоя тұратын боламыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін таза сүлгіге баклажандарымыздың барлығын тізіп, артық сұйықтығынан арылтамыз. Және бет жағын қағаз сүлгімен сүртіп аламыз. Дәл осы қалпында сәл кепкенше қойып қою керек. Баклажандарымыз кепкенше сыртынан қажет панировкасын дайындай береміз. Мен ол үшін қарапайым чипсыды блендермен үгітіп алдым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады, дәмді болады. Немесе кәдімгі қарапайым панировочный сухари қолдана берсеңіздер де болады. Табаға сұйық май құйып қыздырамыз және кепкен баклажандарымызды алдымен жұмыртқаға матырамыз екі жағынан, одан кейін тек бір жағын ғана панировкаға тигізіп қуырып алуымыз керек. Барлығын дәл осылай әдемі сары түске боялғанша қуырып аламыз. Артық майы кету үшін қуырылған баклажандарымызды қағаз сүлгіге сорғытатын боламыз. Баклажанымызға жағатын соусты дайындаймыз. Ол үшін аскөкті, яғни укропты ұсақтап турап аламыз. Аскөктің үстінен чеснок және майонез салып, жақсылап араластырамыз. Енді тіске басарымызды жинаймыз. Алдымен баклажанымыздың панировка жағылған жағын астына қаратамыз. Яғни тегіс жағына соусты жағамыз алдымен. Одан кейін помидорымызды салып, ораймыз. Сіздер өз қалауларыңызбен салат жапырақтарын қолдансаңыздар да болады. Барлығын дәл видеодағыдай жасап алыңыздар. Осымен өте әдемі әрі дәмді тіске басарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.